Құрметті студенттер, сіздердің назарларыңызға автоматтандырылған басқару жүйелері даму тарихына шолу атаулы тақырыбымызды ұсынамыз. Бүгінгі дәрісіміздің мақсаты өнеркәсіп басқаруда қолданылатын автоматтандырылған жүйелерді сипаттау болып келеді. Ең алдымен сол автоматтандыру жүйе анықтамасын беріп көрейік. Өнеркәсіпті басқарудың автоматтандырылған жүйесі ол өндірісте басқару шешімін қабылдау үшін қолданылатын әкімшілік, ұйымдастыру, экономика-математикалық тәсілдердің есептеу техникасын және бағдарламалық қолданбалар байланыс жабдықтарының жиынтығы болып келеді. Әрине бұл анықтама сондай өте тамаша, анық берілген деп айта алмаймын, бірақ осы анықтама қолданылып жүр. Бірақ біз енді ары қарай дәрісімізде осы түсінікті нақтылап, осы автоматтандыру жүйелерінің негізгі қызметтерін көрсетіп, сіздерге осы анықтама нақтыланады деп үміттенеміз. Ал енді тарихи деректерге келсек, өткен ғасырдың 1950 жылдарынан бастап, ол екінші дүниежүзілік соғысының біткеннен кейін 5-ақ жыл өткен кезеңі. Осы уақытта көптеген елдер, әлемдегі дамыған елдер өздерінің өндірістерін тұрғызып, көптеген мекемелерді жұмысқа қосады. Сол мекемелердің жұмысы күннен күнге күрделене түседі. Олардың шығаратын өнімдері де көп көлемді болғандықтан, соларды басқару үшін қолдау көрсететін жүйелер қажет болады. Сіздер естеріңізде болса, сол екінші дүниежүзілік соғысынан кейін электронды есептеуіш машиналар өмірге келеді. Электронды есептеуіш машиналардың есептеу мүмкіншіліктері де шапшаң дамуына байланысты кибернетикалық ғылым өмірге келеді. Кибернетиканың негізін қалаушылардың бірі Норберт Винер, мына жерде көрсетілген Виктор Михайлович Глушков, кибернетика институттары құрылып, сонда көптеген зерттеулер жүргізіліп жүреді. Мына 1962 жылдардан бастап Совет социалистік республикалар одағы құрамында осындай зерттеулер жүргізіліп, ең алғашқы рет автоматтандырылған басқару орталықтары құрыла бастайды. Сіздердің назарларыңызға екі мысал келтірілген. Ол Львов ақпараттық есептеуіш орталығы электрон телевизиялық зауытында орын алған, және де Кунцев радио зауытында тұрғызылған Кунцево ақпараттық есептеуіш орталығы. Сондықтан да болар, мына автоматтандырылған жүйелер индустриясын негізін қалаушы деп біз Виктор Михайлович Глушковты санаймыз. Енді өзіміздің Қазақстан еліне келсек, бізде сондай, әсіресе шығыста үлкен өндіріс мекемелері бар екенін білесіздер. Титан-магний комбинаты, қорғаныс-мырыш комбинаты, машина құрастырушы зауыты, конденсатор зауыты. 80-ші жылдары осы үлкен өндірістердің жанында автоматтандырылған басқару жүйелері бөлімдері ашылады. Ол жүйелердің негізгі міндеттері сол үлкен өндірістерді тиімді басқару жолында қолдау көрсету болып келеді. Енді автоматтандырылған жүйелердің негізгі қызметтеріне келсек, ол ақпаратты жинақтау, өңдеу, сақтау, жедел жіберіп отыру желі арқылы. Сол үрдістерді жылдам атқару негізінде өндіріс үрдістерімен басқару тиімділігін арттыру болып келеді.
Екінші қызмет ол өндірісте қолданылатын ресурстардың және технологиялық талаптардың орындалуын бақылау, қадағалау. Кез келген мекемеде қаржылық ағымдардың шығуын, кіруін қадағалап отыру. Кез келген мекемеде кадрлар жүйесін есепке алу. Үрдістерді талдау, болжау, эксперттік шешімдер қабылдау. Бүгінгі заманауи жүйеге келсек, интеллектуалды жүйелерді жасау, интеллектуалды жүйенің жұмысын осы автоматтандырылған жүйелерге жүктеу болып келеді. Ал автоматтандырылған жүйелердің құрамына келсек, ол көп кешенді құрамы, күрделі құрамы, көптеген шағын жүйелерден қалыптасады. Ол ақпараттық, программалық, техникалық, ұйымдастырушылық, математикалық, алгоритмдік шағын жүйе дегенде бар. Құқықтық, лингвистикалық және соңғы кезде қауіпсіз еңбек етуге қатысты өмірге зиян келтірмейтін өндіріс ұйымдастыру бағытында эргономикалық шағын жүйелер қалыптасуда. Енді сол өткен ғасырдың 80-ші жылдарына, 70-ші жылдарына келсек, ең алғашқы жаңағы мына автоматтандырылған жүйелердің өзегі болып келетін, ядросы дейді, жүрегі болып келетін, негізі болып келетін ақпараттық есептеуіш орталықтары. Солардың көріністері сіздердің назарларыңызға ұсынылып отыр. Мынадай бір ақпараттық есептеуіш орталығында 80-ші жылдары мен де қызмет еттім. Сол жұмыс орны өте қызық болатын. Мына жазатын программаларымызды картон қағазы перфокарта деп аталады. Соған жазатынбыз. Мына жерде қарап отырсаңыздар, сол перфокартаны енгізіп шығарып алатын құрылғы тұр. Сонда перфокартаның тесіктерінде бағдарлама жазылып, ол үлкен есептеуіш машинаға орындауға жіберілетін. Мына жерде қарап отырсаңыздар, магниттік ленталар тұр. Осы ақпарат осы магниттік ленталарда сақталатын. Енді бергі көрініске келсек, бұл басып шығару құралы. Қарап отырсаңыздар, мына арқа жағында, арт жағында сол құрылғының үлкен рулон қағаз шығып жатыр. Бұл жаңағы бағдарламаның мәтіні, бағдарламаның нәтижесі, қатесі болса қатесі, бәрі осы рулон қағазда шығатын. Сосын біз ол рулон қағаздарды жайып қойып, оның қателерін қарап, тауып, жөндеп, сол қатеге қатысты перфокартаны ауыстырып, қайтадан орындауға жіберетінбіз. Өте қызықты үрдіс болатын. Өйткені үлкен электронды есептеуіш машиналарды қолдану, мынау машиндық зал деп аталатын. Осы жерде еңбек ету өте қызықты болып келді. Енді бүгінгі күнге заманауи автоматтандырылған жүйелерге келсек, олардың екі негізгі түрі бар. Біреуі ол технологиялық үрдістерді басқарумен қатысты болса, екіншісі ол өндіріс үрдістерді үлгілеу, өнімнің сапасын талдауына қатысты болды. Өзіміздің жоғары оқу орнына келсек, білім беру саласына келсек, онда әрине автоматтандырылған жүйелер бар. Олар оқытуды басқару жүйесі деп аталады. Сондай мағынада қарастырылады. Оның бір мысалы болып, ол модул жүйесі есептеледі. Тағы бір айта кететін мысал, ол мына жоғары оқу орындарының жұмысын бақылау үшін, олардың жұмысын есепке алып отыру үшін, сол бүкіл вуздардың жұмысын бір тұтас көруге мүмкіншілік беретін Платонус ақпараттық жүйесі белгілі.
Енді сіздерге барлықтарыңызға мәлім, мен деп ойлаймын, әсіресе жаңағы көлік айдаушы студенттер болса, ол мына біздің Көркем Телеком деген қазақстандық компаниясының IT мамандарының өнімі сергек деп аталатын ақпаратты программалық кешен осы автоматтандырылған басқару жүйесі қатарында. Сіздер оны білесіздер, көшелерде, қалалық жолдарда машина, автобус, көлік жалпы жүргізушілердің жаңағы жол ережелерін бұзбауын қадағалайтын, сол бұзушылықтарды тіркейтін интеллектуалды бейне бақылау жүйесі болып келеді. Мына жерде де тағы бір заманауи автоматтандырылған басқару жүйесінің мысалы, мына қызметкердің алдында тұрған ол басқару панелі болып келеді. Ана қашықта бейне бақылау камералары тұр, көріп отырсаңыздар. Сол бейне бақылау камералардан бәрі бір жерге жинақталып көрініп тұр үлкен экрандардан. Және мына компьютерлік экрандарға сол болып жатқан үрдістер бақылауға көрініп тұр. Енді дәрісіміздің қысқаша қорытындылай көрсек, ол ең алдымен автоматтандырылған жүйелердің қызметімен таныстық. Бұрын алғашқы шыққан ақпараттық есептеуіш орталықтарын түрін көрдік. Қазіргі заманауи жүйелерді көрдік. Олардың атауларын бердік. Және де бұл автоматтандыру жүйелердің даму тарихы 70 жылдан астам өтіп бара жатқанын, және де бүгінгі күнде де көптеген автоматтандыру жүйелері жасалып, әзірленіп, қолданылып жатқанына мәлім болдық. Енді бұл пән өзі өте маңызды, ақпараттық жүйелерге өте маңызды пән болып келеді. Келесі біз дәрісімізде автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді жобалау кезеңдерімен танысамыз. Жалпы автоматтандырылған ақпараттық жүйе жасау үшін қандай жұмыстар орындалуға тиісті? Олардың кезегі бір-бірімен логикалық байланысы қандай? Оған қандай ресурстар керек? Сол жұмыстар келесі тақырыпта қарастырылады. Осымен енді осы дәрісімізді тамамдаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.